Қайырлы таң, құрметті ханымдар, тағы да егер сіз осы записті көріп отырған болсаңыз, міндетті түрде соңына дейін көріңіз, соңында керемет техникаларды беремін. Ал енді біз бүгін біздің марафонымыздың 12-ші күні, яғни біздің марафонымыздың аяқталуына аз уақыттар қалды. Біз осы 14 күн, 12 күн бойы біраз жұмыстар істедік. Егер өзі жұмыс істей білген адамға біз өте көп жұмыстар жасадық. Өзіміздің ішкі состояниемізбен, барлығымен көп жұмыс жасадық. Жаңа мен оянғаннан кейін жуынып келіп, телефонымды алып атсам, бізге 200-ден артық сообщение келіп қапты біздің недегі WhatsApp чатымызда. Соны оқып, кәдімгідей отырып қалдым сол жерде. Қараймын, сағат уже 6-дан кетіп бара жатыр. Ойбай, менің уақытым деп сөйтіп мен кіріп атқаным ғой. Сіздер WhatsApp'та оқыған шығарсыздар. Яғни бұл әңгіме туралы айтамыз алда. Осы эфирдің соңында айтамыз алла жазса, иә. Оған дейін біз қыздар мүмкін қосыла жатар, басқа қыздар қазір бізге Гүлнұр ханым, Әйгерім ханым, сіздер бізге ол әңгіменің әзірге қатысы жоқ. Қазір қыздар қосылса айтыла жатамыз бұл туралы. Жалпы адам өз-өзімен жұмыс істеу керек, иә, мен түсінгенім. Көп жағдайда өзімен жұмыс жасау керек. Бірақ ана айтып тұрған біздің ханымның әлі жас көрінеді өте. Сол кезде олар ол әлі түсінбейді оған уақыт керек кісіге түсінуге. Өте бір көп уақыт керек сол жағдайды түсінуіне. Жақсы қыздар, енді біз өзіміздің тыныс алу жаттығуымыздан бастайық. Қазір мен дұрыстап алайын. Экранымды. Терең тыныс алудан бастайық. Тыныс алған кезде өзімізді бір жеңіл сезініп, ішімізге бір жақсы бір әсерлерді кіргізіп, ал шығарған кезде ішіміздегі бүкіл ауыртпалықты шығарып жатқандай сезімде, дәл осы бір сәттен қуаныш ләззат алып отырсайық, дәл осы сәттен. Яғни біздің дем алып, ішке жұтып, сыртқа шығарған сәтімізден содан ләззат алайық. Басқа ештеңе артық ешқандай ойларда ойламаңыздар, дәл осы сәтте болыңыздар. Ал дайынсыздар, кеттік. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Керемет, менімен бірге жұмыс жасағандарыңыз үшін рахмет сіздерге. Тыныс алу жаттығуын мен үнемі айтамын. Біз өзімізге, ішімізге таза ауа кіргізіп, яғни терең жұтқан кезде біздің бүкіл ішкі ағзамыздың барлығына оттегі кеңінен таралады. Біз жалпы тыныс алуды
былай қарап тұрсақ, біз ішімізге жұтпасақ та, мына ішімізге толтырып, шайда тыныс алып отырмыз, бірақ біз ол кезде терең тыныс алмаймыз. Жалпы біз күнделік тыныс алу деген біздің өзіміздің автоматты түрде берілген нәрсе ғой бізге, алла тағаланың бергені. Енді біз оны міндетті түрде терең тыныс алып, ішімізді оттегіне толтырамыз. Сөйтіп біз ішіміздегі ағзаларға, яғни көмектесеміз ғой өзіміз. Жасанды түрде, оларға жақсы жұмыс істеуіне, олардың далаға шыққан кезде де толтырған кезде ауаны ішімізде біздің ағзамыз жақсы жұмыс жасайды. Көп ағзаға пайдасы өте көп. Бұны саналы түрде егер сіз сезінетін болсаңыз, ол сізге міндетті түрде көмектеседі. Әрі қарай кеттік. Суларыңызды дайындап қойыңыздар, және де блокнот қағаздарыңызды дайындап қойыңыздар. Әрі қарай бізде ояну техникасын қазір біз тездетіп жасап тастайық, содан кейін жазатын жұмыстарымызға кірісеміз. Жалпы бұл техника өте керемет, өйткені мен үнемі айтамын, бізге бұл энергия қосады. Қазір бізге әрі қарай, қазір осы сабақ біткеннен кейін ұйықтап қалмай, тағы да бір істейтін әрекеттерімізді жасауға бізге энергия қосады, және де мына біздің бүкіл денеміз оянады. Ал кеттік, дайын болсаңыздар, бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Бірінші рет оқи айтамын, жеңіл. Әрі қарай кеттік. Келесі, екінші мәрте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Терең бір тыныс алып қойыңыздар. Әрі қарай үшінші мәрте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50. Қолымыздан келді. Терең бір тыныс алыңыздар. Өте керемет. Біз енді блокнот қаламдарымызды алып, бүгінгі күнімізді жазатын жұмыстарымызды жасаймыз. Міндетті түрде өзіңіздің 3 арманыңызды жазыңыз. Біздің ай басталды, осы желтоқсан айынан біз нешесі 2-сі бастады, сол кезден бері жазып жүрміз. Яғни біраз уақыт өтіп кетті. 3 арманыңызды жазыңыз. Өзіңіздің ойлап жүрген. Осы 3 арманды бір ай жазасыз. Содан кейін келесі айда жаңа ай туған кезде тағы да 3 арманыңызды жазасыз. Сол 3 арманмен жұмыс жасайсыз. Жазып алыңыздар. Келесі бізде күнімізді жоспарлау, яғни күнімізді
бүгінгі күнімізді қалай өткіземіз, иә, соған қарай өзіміздің жоспарымызды құрамыз, не істейміз, не істей аламыз. Алдымен кешегі күнгі жоспарымызды қарап шығайық, бір көз жүгіртіп, не жасалды, не жасалмай қалды, жасалмай қалуына себеп болғанын өзіңізді бір аңғарып қаласыз, не себеп болғанын. Яғни бүгінгі күнге сол жоспарымызды егер қосу керек болса, қайтадан бүгінгі күнге қосып қойыңыздар. Әрі қарай бүгінгі күні мүмкін соған уақыт тауып біз орындайтын шығармыз, иә. Ондай жағдайлар менде болады. Кей кездерде мысалға біреуге қоңырау шаламын деп ойлаймын да, звондаймын деп, соны жазып қоямын. Бірақ кейде ұмытып кетемін тағы да. Сосын кешке қарай қараған кезде уже кеш болып қалады ол кісіге хабарласуға. Сосын келесі күнге жазып қоямын ол жағдайды. Яғни сондай жағдайлар болады. Келесі күнге қалдыруға. Бірақ созып жібермейміз, иә, қыздар, созып жібермейміз. Егер біз созған сайын, олар біздің энергиямызды алады. Біз ойлаймыз, мен анаған звондамай қалдым, мен сөйтпей қалдым деп ойлаған кезде біздің энергиямыз сол жаққа, фокус сол жаққа ауысып кетеді. Біздің фокусымыз өзімізде болу керек. Назар дейміз ғой, біздің назарымыз тек қана өзімізде болу керек. Басқа адамдарда емес. Жанар, сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Біздің назарымыз тек қана өзімізде болу керек. Сол кезде ғана біз көп жетістікке жетеміз. Тек қана өзімізде болған кезде фокусымыз. Белгілі бір оқиғада емес, өтіп кеткен, немесе әлі болашақта болайын деп жатқан бір оқиғада емес. Дәл қазіргі сәттегі өзімізге фокус қою керекпіз. Мысалға мақсатымыз бар, арманымыз бар, жаңа жазып жатқан. Күнделікті мақсаттарымыз бар, күнделікті істейтін әрекеттеріміз бар. Именно фокусты соған қою керекпіз. Сол кезде мен осы марафонның басында күнді жоспарлау деген тақырып болды. Бізде сол тақырыпты айтқан болатынмын. Айға немесе жылдық бір жылға не қалайтыныңызды жазып аласыз. Содан кейін оны айларға бөлесіз. Шамамен мысалға мынаны мен 6 айдың ішінде орындаймын деген сияқты, 8 айдың ішінде орындаймын. Содан кейін оларды жай айға бөлесіз. Мысалы жақын 1 айда, 2 айда орындалатын әрекеттеріңізді бөлек жазып аласыз. Содан кейін оны күнделікті аптаға бөлеміз. Сосын күнделікті күнде сол 1 айдың ішінде болатын әрекетке қалай күнде әрекет етеміз, соны жазамыз. Мысалға өз-өзімізбен жұмыс істеу. Біз көп жағдайда осы өзімізбен жұмыс істеуге келіп тоқталамыз. Өйткені біздің мақсатымыз да осы. Біз қазіргі осы жерде отырғандар ханымдардың көбі 20-дағы ана кісі жаңа чатта жазған қыз 18-демін деді ғой. Яғни одан жас қыз бар деп ойламаймын мен. Өйткені біздегілер көбі кішкентай балалары бар, тұрмыс құрған, сондай отбасылар деп ойлаймын, сондай әйелдер сондай. Өйткені бұлар біздің мынандай неміз бірдей. Қалай айтсам екен? Дамуға деген ойларымыз сондай ұқсайды да бізге бір-бірімізге. Біз дамығымыз келеді, жетілгіміз келеді, үйдің күйбің тірлігімен жүре бергіміз келмейді, иә? Сондай бір ойлармен жүрген кезде, мысалға сіздер өзіңізге фокус қою керексіз. Назарыңызды тек қана өзіңізде ұстау керексіз. Күнді жоспарлап алдық, енді келесі жазатынымыз білесіздер, біздің жетістіктеріміз, біз кешегі күні қандай да жетістікке жеттік, не істей алдық, соны түртіп жазып алыңыздар. Не қолыңыздан келді сіздің жасау? Бұл біздің сенімділікті арттыруға көмектеседі. Үнемі айтамын, біз өзімізге деген сенімділігіміз көп жағдайда жоғалып кетеді, немесе тіпті төмендеп түсіп кетеді. Сол кезде біз өзімізге сенімділікті арттыру мақсатында осындай өзіміздің кішкентай жетістіктерімізді көруден бастаймыз. Бұл аз-азға қанағат, яғни қанағаттанамыз соған. Мен осындай жасай алдым деп. Барып, мысалға, Эверест тауына міну емес біздің мақсатымыз, мысалға, бірден бір бүкіл нәтижені көрсету. Біз аз-аздан үздіксіз, яғни біз тоқтамаймыз, үздіксіз жасаймыз. Егер біз тоқтап қалдырып кететін болсақ, оған дейінгі жасаған әрекеттеріміз біздің қалып қояды, мысалға, соншалықты бір мақсатымызға жетпей қалуымыз мүмкін, армандарымыз созылып кетуі мүмкін, орындалу уақыттары. Сондықтан үздіксіз тырысамыз, өз-өзімізбен үздіксіз жұмыс жасаймыз. Ішкі состояние, мен кеше ішкі состояние туралы қыздар айтасыздар ма деп жазып жатыр. Негізі мен өзім осы марафон басталғалы барлығыңызға айтып жатырмын. Осы ішкі состояние туралы ғана айтып жатырмын. Үнемі мен сіздерге мысалға
ананы былай істеңдер, аны біреудің үйін барып мысалға жинаңдар, немесе біреудің қорқынышымен жұмыс істеңдер деп айтып жатқан жоқ қой мен сіздерге. Біреудің барып анау ұят болады деген сезіммен жұмыс істеңдер деп. Мен бәрін өзімізбен айтып жатырмын, өзімізбен. Қалай жұмыс істейміз? Өзімізбен, мына біздің ішкі состояниемізбен, мына миымызбен қалай жұмыс істейміз, соны айтып жатырмын. Осы марафон басталғалы айтып жатырмын. Сезінген адам, если түсіне білсеңіз, сезіне білсеңіз саналы түрде, онда сіз көресіз шын мәнінде біз нені айтып жатқанымызды. Жалпы бұл біздің қоғамда өте бір айтады ғой, біз Американың артынан былай кетіп бара жатырмыз деп, иә, көп жағдайда айтады, иә, басқа елдердің политикасының артынан ақырын бара жатырмыз деп. Жалпы Америкалар осындай міне сәтте біз дәл қазір өмір сүріп жатырмыз ғой. Мысалы, коучтар көбейді, адамдар өздерімен жұмыс жасау керек деп айтушылар көбейді, иә, мысалға соның бірі менмін сіздердің алдарыңызда отырған. И бұл жағдайдан олар да өтіп кетті. Олар бізден бір 100 жылдай артық шығар. Мүмкін қателеспесем, бір 100 жыл шамасында олар бізден артық. Осы жағдай оларда да болды. Олар бұл жағдайдан уже өтіп кетті. Біздің қоғам, біз жаңа келдік, иә, әр адам өзімен жұмыс істеу керек деген. Біздің қоғамда үнемі болды ғой осындай бір қорқыныш, елмен деген бізде сондай бірі бәрі үшін, бәрі бір үшін деп бұрын ұрандар болды ғой өзімізде. Сол ұрандармен біз өмір сүрдік. Қазір олай емес. Қазір кішкене өзгерді қоғам. Біз әркім өзі үшін өмір сүруді түсінді. Әркімнің өмірі өзінікі екенін. Ешкім үшін өмір сүрмейтінін түсінді. Әркімнің өмірі бір-ақ рет берілетінін түсінді. Міне осы кезде біз өзімізбен жұмыс жасап жатырмыз. Егер сіздерге эфирді көріп, запистен көріп отырған болсаңыз, түсініксіз болып жатса бірдеңелер, онда бірінші күннен бастап қайталап көріңіз. Міндетті түрде. Яғни біз өзіміздің ішкі состояниеміз туралы айтып отырмыз. Жетістіктеріңізді жазып шықсаңыздар, бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз ішке жұтылатын эмоция. Ішке жұтылатын эмоция туралы айтамыз. Қыздар, бір кері байланыс беріп жіберсеңіздер, мен естіліп тұрмын ба, көрініп тұрмын ба сіздерге? Бір кері байланыс беріп жүрсеңдер, Гүлнұр ханым қолын көтерді, яғни бәрі естіліп тұр деген сөз. Бәрі дұрыс. Жақсы, Әйгерім ханым, бәрі естіліп тұр. Ішке жұтылатын эмоция. Бүгін осы туралы айтамыз. Кешегі біздің чаттағы марафонға, чаттағы ханымда бүкіл эмоцияны ішіне жұтып алды, иә? Сол сияқты біз де солаймыз. Күнделікті өмірде біз кейде аңғармаймыз. Біз мынау эмоцияларымыз шыққан кезде бізге мынау сыртымыздан былай ішімізге келіп қалады, күшті бір эмоциялар. Ашуланамыз кей кезде, ренжиміз, өкпелейміз. Бір адаммен сөйлесіп жатқан кезде, мысалға, көп жағдайларда өзімде бұрындары өте жиі болатын сондай эмоциялар сіздерге айтып өзім туралы бастап айтайын, конечно. Мен мысалы басқа адамдардың оқиғаларын білмеймін ғой, қалай болғанын оларда. Өзім туралы айтайын. Өзім мысалы бұрын адамдармен сөйлескен кезде бір нәрсеге ренжісіп қаламыз ғой, болады, сөзге келіп қаламыз, иә. Сол кезде эмоциямды, ішімдегі эмоциямды көрсетпейтінмін ешкімге. Ешкімге эмоциямды көрсетпеймін. Яғни ол ұрсып қалды ма, жарайды, бірдеңесін сондай бір кішкене мүмкін айтармын бірдеңелерді. Бірақ мен былай жерімде өксік тығылатында мен бірден жылап қойғым келетін. Бірден жылап қойғым келеді. И мен оған до конца ештеңе айта алмаймын да, мен кетіп қалатынмын. И кетіп қалғаннан кейін не болды? Әрине, мен оны ішімде сақтадым. Сосын уақыт өте келе, бір кішкене уақыт өткесін, ой, алай айту керек еді, бұлай айту керек еді, неге бұлай айтпадым деп. Сондай бір ойларды мен ішімде ойлай берем, иә. Оның барлығы біздің денсаулығымызға көрініс табады. Мұндай ішке жұтылған эмоциялар өте зиянды. Адам ашуланған кезде, жаңағы ренжіген кезде, біз өзіміздің эмоциямызды до конца шығармаймыз да, ішімізде сақтап қаламыз. Ол ішімізде бізде болады ылғайында, бір жеріміз ішімізде бірдеңе бұрап тұрғандай, бірдеңе ауырып тұрғандай әсерде боламыз. Яғни біз сол эмоцияны кәдімгідей ішімізге жұтып алдық. Ол не істейді? Олар жиналады, үлкен өкпеге айналады, үлкен ренішке айналады. Сосын өзімізге деген ренішке айналады. Оның ішіміздегі сақтап алған эмоцияларымыз өзіміздің. Содан кейін
негативті ойлар, негативті ойлардың барлығын біз осы ішімізге сақтап аламыз. Эмоциямызды шығармаймыз, көрсетпейміз, өйткені бізде бала кезімізден солай тәрбиелеген. Жалпы өзім мысалы әжемнің қолында өстім деп айтамын ғой, сіздерге бәріңізге айтып жүремін. Әжеммен өскенде қалай ол кісілер, иә, үлкен кісілер, олар айтады, үлкен кісі сөйлеп жатқанда айтпа ештеңе деп. Мысалы олардың айтқаны дұрыс, мысалға ананы былай істе, мынаны былай істе. Үнемі бізде қарап тұрсаңыздар, өздеріңіз жай бүйтіп бір көз жүгіртіп өтсеңіздер, үнемі біз біреуді ойлап тұрамыз да, оған мысалға жаман болмау керек, оған біз әдемі болып көріну керекпіз, иә, оған біз жаман болып көрінбеу керекпіз. Біреу үшін де барлығы, бірақ біз өзіміз туралы сол жерде ешкім бізге айтпаған. Сен өзіңді жақсы сезініп тұрсың ба? Сен мысалға мынандай біреу саған, мысалы мектепте түрлі оқиғалар болады ғой бізде. Сол кезде сен өзіңді қалай сезіндің? Сондай сезімді бізде ешкім ешқашан сұрамаған бізден. Қазір біз балаларымыздан сұраймыз ғой, сен ренжіп тұрсың ба, мысалға. Не сезініп тұрсың, келгенде, кәдімгі қуанып келгенде, қандай сезімдесің, соны сұраймыз. Мысалы, мен өзім сұраймын. Балалар қуанып келгенде, олар сезімдерді шығару керек қой, мына жерінде тұрған сезімдерін ашық айта алу керек. Ал біз бұрынғы кезде біздің қоғамда олай болған жоқ. Айтпа, үндеме, қоя сал, оныкі дұрыс. Міне осындай біз менталитетпен тәрбиелендік. Шын мәнінде біз көп жағдайларда, мен өзім есіме алсам, қазір күлкім келеді. Жас кезімде, мынау 20 жаста, 22 жаста болған кездерімде, поликлиникаға барамыз ғой, очередьқа, студент болған кезімізде. Орысша айта алмаймын, дұрыс, орысша сөйлей алмаймын ғой сол кезде. Ауылдан келген, 11 жыл ауылда оқып, ауылдан енді неше жаста, 18 жаста келдік па, примерно 17 жас ауылда тұрып, қазақша сөйлеп, орысша айта алмаймыз. И ана очередьте тұрамын да өзім, кім соңғы деп айта алмаймын ғой. Кім соңғы деген сөзді орысша айта алмаймын да, айтуға ұяламын өзім. Сосын сол очередьте тұрам, соңына дейін ана кісілердің барлығы кіріп шығып кеткеннен кейін, содан кейін барып бірақ кірем ғой. Қазір ойлап тұрсам, былай күлкілі да сол жағдай. Неге мен сол кезде былай ашылмадым, иә? Яғни әр нәрсенің өзінің бір уақыты болды. Яғни қазір мен сол уақыт маған ашылуға деген мүмкіндік қазір келіп тұр. Мен сосын ойлайтынмын, егер мен балаларым болса, мен оларға ашық ойларын айтуға ашық мүмкіндік беремін деп. Мен кішкентай ұлым өте бір ойын бәрін айта салады ғой, не ойлап тұр? Бүкілін айта салады. Далада сөйлегенде де, қазір көремін да ол баламды. Шын мәнінде былай ашық айтқан өте керемет. Ол ішінде ештеңе сақтамайсың. Ал бізді олай ешкім тәрбиелеген жоқ. Бізге керісінше айтпа, үндеме, қоя сал. Оныкі дұрыс, всегда біреудікі дұрыс болатын. Біздікі, мысалы, біздің мына жеріміздегі сезімдеріміз, ол ешкімге керек болған жоқ. Біреудікі дұрыс болатын. Жұрттың балалары деген сияқты әңгіме бізде өте жиі айтылады, иә, өздеріңіз білесіздер. Мен қазір балаларымды жұрттың балаларымен салыстырмаймын. Егер сіз дамуға, өзгеруге өзгергіңіз келсе, сіз де солай істейсіз. Өйткені біз жұрттың балалары деген ол дұрыс емес екен. Жұрттікі әдемі болып көрінеді, оның бәрі көз бояушылық екенін біз білеміз. Сондықтан мен балаларыма мысалы олай айтпаймын. Жұрттың балалары сөйтіп жатыр, сен неге бүйтпейсің деп. Өйткені ол уже салыстыру, иә. Біз баламызды, өзіміздің баламызға көңіліміз толмай тұрады да, біз оны салыстырамыз біреумен. Осы негатив ойлардың барлығы біздің ішімізде жиналады, содан кейін айтады. Өздеріңіз білесіздер, бүкіл ауру нервыдан деп айтады. Сол міне осы түрлі біздің ішімізде сақталған сезімдеріміз, ойларымыз, айтылмай қалған сөздеріміз, конфликттағы кездегі айтылмай қалған сөздеріміз, ашуымыз шығармаған ішімізден. Соның барлығы жиналады да, ақырын ішкі ағзамызда бір аурулар тудырады. Міндетті түрде ол солай болады. Бүкіл нервыдан деп айтқан осыдан. Сол себепті біз мынау тыныс алу жаттығуын, Алла тағаланың 99 көркем есімін осылай өзімізді тыныштандыру үшін біздің әлеміміз, мына ішкі әлеміміз тыныш болу керек. Сол кезде мына сыртымыздағы келетін нәрселердің барлығы бізге жақсы болып келеді. Бірақ мына тыныштықты алу оңай емес.
мен айтып тұрмын ғой сіздерге, үнемі айтып жатырмын осы марафон басталып, біз үнемі жұмыс жасау керекпіз өзімізбен өзіміз. Мысалға осы 14 күннің ішінде ғана сіз керемет бір адам болып кетпейсіз, сіз бастайсыз, өзіңізбен жұмыс жасап бастайсыз, кәдімгідей сезінесіз, өзіңізді не сезетініңізді білесіз, уже кәдімгі саналы түрде ересек адам позициясына өтесіз. Мысалға егер сіз бала позициясында жүретін болсаңыз, сіз үнемі біреуді кінәлайсыз. Үнемі біреу кінәлі. Балалар солай ғой, мысалы балалар өздері мен осыны істедім, мен осылай деп өзін мойындамайды ғой. Редкий случай олар уже жанына батқан кезде мүмкін мойындауы мүмкін. Иә? Ал шын мәнінде мысалы олар ойламайды. Жоқ, мен емес. Хотя ол өзі болып тұрса да, олар мойындағылары келмейді оны. Бала, өйткені бала олар. Сол сияқты ересек позициясында сіз кіре алмай жүрсеңіз әлі, үнемі сіз біреуді кінәлайсыз. Сіздің мына болып жатқан оқиғаларыңызға, ішіңізге жиналған бүкіл өкпе ренішіңізге бәрі үнемі біреу кінәлі болады. Шын мәнінде сіз біреуге ренжіп қалған кезде, ол адам сіздің ренжігеніңізді білмеуі де ғажап емес. Ол адам сізге сондай ренжіттім деп ойламауы да мүмкін ол адам. Сондықтан мына өкпе-ренішті, егер сіз өкпелеп қалдыңыз ба біреуге, яғни оған өзіңіз кінәлісіз. Мына жердегі ішкі тыныштығыңыз әлсіз болып тұр сіздің. Сондықтан үнемі осымен жұмыс жасаймыз. Техникаларды үнемі қолданамыз. Мен бүгін беретін техниканы сіздер білесіздер. Сол техниканы мен беремін бүгін эфирде. Басқа оқырмандар, басқа қыздар, ханымдар қарасын. Жалпы осы техникаларды бір рет жасағанда ол кете қоймайды, шын айтам. Өйткені бізде өкпе реніштеріміз жылдар бойы жиналды ғой, осы уақытқа дейін. Көп уақыттан бері жиналды. Қабат болып қалыптасып қалды ғой олардың барлығы. Енді оны біз бірден былай алып, бүкілін бір фук деп шығарып жібере алмаймыз ғой ішімізден. Ол бір-біртіндеп, бүгін мысалға мынау слой түседі, сосын мынау слой түседі деген сияқты, иә. Кезек-кезекпен ақырын өтеді барлығы. Уақыт емші деген ол өте рас, дұрыс айтылған. Бәріне уақыт керек. Сондықтан біз эмоциямыз, яғни біздің мына іште жұтылған эмоцияларымыз, біздің ол энергия, біз оған энергия береміз. Сіз оны жұтып алған кезде ішіңізге, сіздің жеріңіз, әлем тапырық болып, жеріңіз жап-жаман болып, быт-шыт болып арпалысып жатасыз ғой ішіңізде. Ойларыңызбен арпалысып, неге бұлай болды, неге солай болды деп. Оның барлығы энергия. Біз өзімізге жаман энергияны тартып жатырмыз деген сөз. Жаман энергияны өзімізге тартып жатырмыз. Жалпы мен жаңа бір курс оқып жатырмын деп айтқан болатынмын. Бұл біздің армандарымызға қатысты курс негізі. Ол туралы мен алашаста бір жақсылап оқып, үйреніп, зерттеп алғаннан кейін әлі басқа жаңа өнімдер шығарамын деп ойлаймын ол туралы. Бірақ мен сіздерге айтайын деп тұрғаным, әр уақытта да сол курста мен жалпы бір түсінгенім, әр уақытта сіз не ойлайсыз, сол дұрыс. Сіз қазір мынау әлемде адамдар, жақсы адамдар көп, әлем керемет, ғажап деп ойласаңыз, сіз дұрыс айтасыз, ол солай болады. Ал егер сіз жоқ, мынау әлемде жаман адамдар бар, олар алдап кететін адамдар өте көп деп, мен алданып қалмайын, сақ болайын деп ойлап жүрсеңіз, мысалға, сіз тағы да дұрыс айтасыз. Өйткені ол сіздің ойыңыз ғой. Яғни, ол солай болады. Дәл солай болады. Сіз мүмкін біреуден алданып қаласыз. Одан қорқып тұрсыз ғой, қаламай тұрсыз. Жүрегіңіз қаламай тұр. Алданып қалмайын деп адамдарға қаламай тұр да жүрегіңіз. Бірақ сіз соны дәл солай ол болады. Өйткені ол сіздің ішкі ойыңыз. Ішіңіздегі ойларыңыз. Сіздің ойыңыз, біз мына Секрет фильмінде де айтады, то, что здесь, окажется здесь деп. Значит, сіз мына ойладыңыз соны, ол сіздің қолыңызда дәл солай болады. И айналаңызды дәл солай. Үнемі сенімсіздік тудырады адамдар сіздерге, мысалға ұрлап әкетеді бір нәрсені, немесе мысалы бір нәрсе жаман жасайды сізге, сіз туралы бір әңгіме айтады біреулерге деген сияқты, яғни сіз адамдарға уже сенбейсіз. Сенбейтін адамдар біздің заманда өте көп. Шын мәнінде мен де бұрын сенбейтін болатынмын. Мен өзгердім. Міне осы өзгеріп бастағалы мен адамдарға сенімімді кәдімгідей жоғарылаттым. Мен оларға ондай көзқараспен қарамаймын. Мысалы, болады ғой кей кездерде өзімде бір тоқталып айта кетейін, бір нақты болсын да адамдарға сенімділігін қалай білдіру керек екенін. Мен осы кіші қызым, мен больницада жатқанда, роддомда, мен ұзақ жаттым, ол яғни менің кіші қызым 7 айлық болып туып қалды. И біз
пока вес жинағанша 2 килограммға толғанға дейін біз 30 күннен артық больницада жаттық. Сол кезде басында адамдар көп келеді ғой, тамақ әкеледі, анау әкеледі, мынау әкеледі. Содан кейін енді біз ұзақ жатырмыз ғой, күнде ешкім бізге әкеле бермейді ғой тамақты. Бірақ ауруханада жатқан кезде әрине қарның ашады, аурухананың тамағына тоймай қаласың. Ол кезде сүт шығады, біздің кеудемізден сүт дейміз деп баламызға сүт береміз, яғни біздің энергиямыз бәрі кетеді ғой сол сүтке. Тамақ та керек бізге. Сосын бір күні мен алдымда бізде асханалар толып жатыр ғой, доставкасы бар. Сондай доставкалардан кафелар бар, жеткізіп беретін. Солардан мен үнемі өзім сондай заказ беретінмін. Больницада жатқан кезде адамдарды күтіп отырмай, солай өзіме заказ беремін. Сөйтіп өзіме манты заказ беріп жатпаймын ба? Манты заказ бердім, 2 мынандай несімен порциясын. Тағы да салаттар, тәтті жеуге болатын. Сондайларды заказ беріп жаттым да. Сосын қасында бір орыстың қызы жатты. Ол қыз 28-де болды. Енді мен 40-тамын ғой сол кезде. Бір нәрселер көрген, уже кішкене саналы түрде түсінген. Ол қыз 28-де ғана екен, жас қыз. Ол қыз сен заказ беріп жатсың ба? Давай маған тоже закажи деп. Сосын ол да маған қосылып кетті да. Екеуміз сосын бірге сол жерде заказ бердік. Сосын мен алғым келгені сол жерде 2 порция манты болды, сосын тағы да бір сақ-түйектер. Сосын енді заказымыз келді кешке қарай, бізге бір 5-6 мың маңайында болу керек те заказымыз, бізге 11 мың бірдеңе сондай заказ чек алып келді, курьер алып келген. Сосын мен түсінбей жатырмын, неге біздікі былай көбейіп кетті, соншама 11 мыңға шығып кетті деп жатырмын да. Сосын енді ана қызға звондаймын ғой, неге заказ берген қызға, сіз неге осылай істеп жібердіңіз деп. Ол қыз айтады, вы же заказали. Ең бірінші мен оған 2 порция заказ бердім ғой. Ол сол 2 порциямды қосқан, сосын артынан қайтадан заказ берген 2 порциямды қосқан. Короче, бірінші заказ берген, екінші заказ бәрін қосып бізге 6 штук порция манты беріп жүрген ғой. Сосын ойбай деп, мен де мынаның бәрін енді қашан біз жеп бітеміз деп айтып жатырмын ғой, мен мынандай көп керек емес бізге, 2 күн ғана сақтаймыз ғой әр кетсе холодильникта. Сосын ана қызға мен айтамын, енді мүмкіндік бар ма, мен кері беріп жіберейін қайтадан деп ана курьерден. Ана жас қыз маған айтады, тәте, мен қателесіп кетіппін, сіз санаған кезде мен айтамын, сіз не уточнить етіп алмадыңыз деп айтып отырмын ғой оған. Сосын қателесіп кетіппін, енді оны кері қайтаруға уже мүмкіндік жоқ дейді да былай. Сосын мен оған айтамын, ладно жарайды, сіз қайтармай-ақ қойыңыз деп айтып жатырмын да, онда жақсы деп. Ол қыз өзі маған айтты, давайте мен сізге бір осы енді қателесіп кеттім ғой, мен сізге бір кусок, үлкен бір кусок торт беріп жіберемін деп айтты курьердан. Ладно, мен оған айттым, ладно жақсы, мен ақшасын бәрін төлеймін, қалдырып кетсін деп тамақты. Содан ол қалдырып кеттім, ана курьерді күтіп жатырмыз, торт әкеледі. Курьеріміз жоқ, сол күні келген жоқ сол курьер. Уже бірақ кеш болып кеткен болатын, ол келіп үлгермейтін де еді. Ана қыз маған айтады, орыстың қызы. Енді біліп тұр ғой ситуация қалай болған. Ол маған айтады, вот сені ол алдап кетті дейді. Ана қыз сені, лишь бы сенен құтыла салу үшін солай торт берем деп айтты да, сені алдап кетті дейді. Сосын мен оған айтам, еще не вечер. Егер алдап кетсе, ол өзіне маған ештеңе, мен сол бір кусок торттан, мысалға, кедей болып қалмаймын, немесе мысалға, маған сол бір кусок торттың келіп кетері аз деген сияқты. Сөйтіп айттым да, мы должны доверять людям деп айтып қоямын ғой ана қызға орысша. Содан кейін 2 күн болды, 2 күні обедке дейін ана қыз обед кезінде маған тағы да напоминать етіп жатыр. Вот они обманули тебя и әкелмеді саған тортты деп. Мен айтам, ну ладно, әкелмесе енді әкелмей ақ қойсын дедім да. Мен ана қызға айтып қоямын ғой, сену керек адамдарға деп. Енді түстен кейінгі уақыт болды. Әлгі тортымыз әлі жоқ. Енді былай прям керемет күтпісік те, бейсаналы түрде күтіп жатырмыз ғой, тортымыз қашан келеді деп. Бір уақытта сол торт келді шыннан де. Кешке қарай келді сол торт, мен ана қызға айтамын, вот көрдің бе, адамдарға сену керек. Ол қыз уже маған шарт тастады да, сенбей, адамдарға да сенбей, олар сені алдады. Мені уже не кватыр айтыңызшы, манипуляцияға істеп жатыр ғой маған. Мені паниковать етсін, мүмкін шуласын деп, ана қызға звондап айғайласын деген шығар мүмкін. Мен онда ешқандай эмоция білдірген жоқ. Мен айттым, просто сену керек дедім адамға. Сенген кезде бәрі жақсы болады деп. Сол қызымыз біздің тортымызды беріп жіберді. Сондай бір оқиғалар өмірде жиі кездеседі. Өздеріңіз аңғарып жүрсеңіздер, адамға сену деген бұл өте керемет. Кез келген адамға сенім білдіру керекпіз. Тіпті мына үйдегі балаларымызға да сеніп үйрену керекпіз. Кей кезде болады ғой, сен оны дұрыс істей алмайсың деп сенбей қаламыз да.
сосын өзіміз істеп тастаймыз. Ал сол өзіміз істеп тастаған кезде, бұрын менде солай болатын, өзім істеп тастаймын, тез өзім істеп тастаймын, тез деп. И сол кезде ал бала, яғни опыт жинай алмай қалады сол кезде, иә, өзім істеп тастаған кезде. Балада опыт жинау керек. Жалпы айттым, иә, біздің ішке шыққан эмоцияларымыз бұл энергия. Біз оған энергия бөлеміз. Энергия бізде төмен болған кезде біздің состояниемізда біздің ештеңеге зауқымыз соқпай, жалқаулық басады, еріншектік басады. Өздеріңіз аңғарасыздар, біз қуанып тұрған кезде бір нәрсеге күшті, көп нәрсе істеп тастағымыз келіп тұрады. Ал ерінген кезде, ренжіп, ашуланып тұрған кезде жата қалғымыз келеді. Сосын көрпені жамылып жата бергіміз келіп тұрады. Сондай бір жағдайлар болады. Өйткені эмоциямыз, ішкі сезімдеріміз төмен қарай түсіп кетеді. Біз соны көтеруге жұмыс жасап жатырмыз. Қазір өзі барлық істеп жатқан әрекеттеріміз осы таңға тыныс алу жаттығуы, серуен жасау күндіз, иә, соның барлығы біз мына сезімдерімізді жоғары көтереміз. Жоғары көтерген кезде мынау ол тақырыпта мен айтам ба айтпаймын ба білмеймін сіздерге. Мынау біздің мына жерінде үшінші көзіміз бар, сосын мына жерде біздің қуат көздеріміз бар ғой. Осы қуат көздерімізді жоғарылату керек. Мына жүрегімізде тұрған біздің қуат көздеріміз ақырын жоғарылау керек. Мына жерімізге келеді. Сосын Алламен байланыс жоғары қарай ашылады. Яғни біз әлемге ашыламыз, өзімізбен жұмыс жасаймыз, әлемге ашыламыз. Яғни әлемге ашылған кезде мүмкіндіктер өздері келеді бізге. Біз оны әдейілеп іздемейміз. Олар өздері келеді бізге. Біз бірінші мына осы ішімізде тұрған бүкіл состояниемен жұмыс жасаймыз. Эмоция, тағы да бір айта кетейін, эмоция біз білдіреміз қай кезде, мысалға, бір жерге ас ішуге барасыз, иә? Мен осыны айтамын, үнемі ас ішуге барған кезде тағам сізге ұнап тұр ма? Сіз айтқыңыз келіп тұр ма? Ұнап тұр деп. Біз енді қазақтарда солай, ауылда солай тәрбиеледі ғой, айтпа, ішіміздегін біз айтуға үйренбегенбіз. Айтпа, қоя сал деген айттым ғой жаңа ғана. И біз айтқымыз келіп тұрады ана кісіге, мынау өте дәмді болып сіздің тамағыңыз деп. Немесе солай айтқымыз келіп тұрады, бірақ айтпай біз кетіп қаламыз да. Кетіп қалғаннан кейін мына жерімізде эмоциямыз сол тұрады әлі. Білейін, жаңа кетіп бара жатқанда айта салу керек еді, айту керек еді деген біз өзіміздің эмоцияларымыз ішімізде тұрады мына жерде, айтылмай қалған эмоцияларымыз. Ал егер мысалға сол тамағы ұнамаса, біз бірден кейбір адамдар болады, ұнамаса бірден жетіп барып, соған мына тамағыңыз ұнамайды деп айта алады адамдар, иә. Бір жағынан бұл жерде үнемі мынандай не болу керек, түсінік болу керек та осындай. Егер сіз адамның үнемі бір ғана жамандығын көретін болсаңыз, жақсылығын ешқашан көрмейсіз. Ешқашан жақсылығын көрмейсіз. Мысалға, сондай бір сәттерде, мысалы, тамағы сізге ұнамады ғой, мысалы, столовыйда, немесе дәмханада, кафеда болсын. И сол жерде сіз бірінші жамандығын айтудан бұрын, еврейлерде сэндвич деген тәсіл бар. Сэндвич тәсілі, яғни сэндвич бутерброд ішінде, мысалы, булочканың ішінде бірнеше қабат, мысалға, тағам котлета болады, огурцы болады, осындай бірінен соң бірі салынады, былай қабаттасып. Дәл сондай тәсілмен айту керек екен. Мысалға, бірінші жақсылығын айтасыз. Мысалға, сол тамақтың сол жерде отырғаны жеген тамағыңыздың бірдеңесі ұнаған шығар, иә? Мүмкін болмайды ғой, барлығы ұнамай қалды деген. И соны айтасыз, бірінші, мынау сіздің дәмді болды мынау тамағыңыз деген сияқты. Содан кейін мынау ұнамай қалғанын айтасыз. Мынау тамағыңыз мысалға ащы екен, немесе қатты екен еті деген сияқты. Өзіңізге не ұнамады, соны айтасыз. Бірінші ұнағанын айтасыз, сосын ұнамағанын айтасыз. Содан кейін ол кісіге сіз жаман энергия бердіңіз ғой, жаман энергия бердім, мынау ұнамай тұр деген сияқты айтқан кезде, ана кісіде ол автоматически ол кісіде сезімдері сізді қабылдайды ғой, сол кезде сезімдері олардың да төмендейді, жаман энергия беріп тұрсыз ол кісіге. И сол кезде үшінші айтатын сіздің сөзіңіз міндетті түрде жақсы болу керек. Бұл тәсілді негізі көп адамдар қолданады. Бір кісіні жамандығын айтпас бұрын, бір кісіге осы тәсілді қолдансаңыздар болады. Бірінші жақсылығын көресіздер, жақсылығын айтасыздар. Содан кейін мынаны былай істеу керек деп жамандығын көрсетесіздер, былай дұрыс істемедің деген сияқты. Содан кейін ол кісіге жақсы сезім беріп жүру керек. Біз мынау болды ғой, мына жерде жаман сезім келіп қалды ғой. И соны біз былай жойып жіберетіндей жақсы айту керек. Біз ой рахмет, мысалы, келесі жолы мындай болмаса да қуаныштымын, кездестіргеніме қуаныштымын деген сияқты, иә. Осыны істегеніңе қуаныштымын, алғыс айтамын деген сияқты сөздермен ол кісіге де қуат беру керек. Энергиямызды, жақсы энергиямызды сыйлап кету керек. Яғни ол адамда жақсы әсер қалу керек. Сондай бір тек қана жаман әсер емес,
жақсы әсерде қалу керек. Сол кезде біздің эмоцияларымыз мынау дұрыс болады, дұрыс беріледі. Жалпы көп ашуланамыз кей кездерде. Сол кезде айғайлап, балаларымызға айғайлап, үйдің ішінде, сондай жағдайлар болғанда, мынау біздің ашуланған сәтіміздегі біз жақсы бір әрекетке айналдырып жіберу керекпіз. Қалай ол? Мысалға, сіз қатты ашуланып тұрсыз, өзіңіз сезіп тұрсыз ашуланып тұрғаныңызды. Сол кезде терең тыныс аласыз, 3-4 рет мысалға терең тыныс аласыз да, сол ашуланып тұрған әрекетке кіргізіп жіберіп, ыдыстарыңызды жуып тастайсыз тез, тазаланбай тұрған қазаныңыз болса, қазанның сыртын тазалап тастайсыз, газыңызды жуып тастайсыз, барлығын, сондай бір ашуымызды сол бір әрекетке итеріп жіберу керекпіз, эмоциямызды. Сол кезде біз мысалға басқа адамдармен өзіміздің отношениямызды, қарым-қатынасымызды бұзбаймыз. Сен сөйтпедің, сен бүйтпедің деген сияқты әрекеттер сол кезде туындамайды, сондай ойлар. Біз ол ашудың уақытша екенін білеміз ғой, барлығын білеміз, уақытша. Кей кезде адамдар айтатын ойларын бәрін айтып алады да, сосын ренжіп қалдым деген сияқты ойлар келіп қалады адамдарға. Енді әрі қарай түсінікті болды деп ойлаймын. Енді өкпе реніш туралы біз көп айттық, осыған дейін де айтылған болатын. Бұл біздің ішіміздегі адамдардан жиналған біреулерге ренжіген өкпе реніштеріміз ғой. Солармен жұмыс істеудің техникасын айтайын. Бұл бірінші тәсіл, өкпе ренішіңіз бар адамдардың тізімін жасайсыз. Сосын сол әрбір адамға өзіңіз 70 түрлі ақтап аласыз. Сол адамды 70 түрлі ақтау. Мен бір мысал келтіремін, мысалға көп жағдайларда болады, ақшаңыз болмай қалады, сол кезде сіз біреуден ақша сұрайсыз, мысалы, біліпсіз ол адамда ақша бар екен, бірақ ол адам сізге ақша бермей қалды. Сол кезде сіз ол кісіге ренжіп қаласыз, просто былай автомат түрде ренжіп қаласыз, мына жеріңізде бірдеңе кеп қалады да, сіз оны шығара алмай қаласыз. Сол кезде не істейсіз? Осы тізімін жазып шығамыз, списокты, кімге сондай бір реніштеріңіз бар, бәрін списокты жазамыз да, сосын бірінші адамнан бастап ақтап аламыз ол адам. Не үшін ол кісіге ренжідіңіз? Сосын ол кісі не үшін сізге осыны ақшаны бермеді? Соны ақтайсыз. Мысалға, оған өзіне кредиттарын жабуға керек болды, денсаулығына керек болған шығар, витаминдар алатын шығар, бір жерге балаларына бірдеңе алатын шығар, киім алатын шығар. Өзіңіз 70 түрлі, неше түрлі ойлар келеді сізге, қаншалықты көп келсе ол жақсы. Өзіңіз ойлайсыз, не себепті ол адам маған бермеді ақшаны деп. Өзіңіздің ренішіңізді ақырын сыртқа шығарасыз. Керек емес, ол бізге ішке сақтауды мүлде керек емес. Өкпе ренішімізді. Дәл солай осындай тәсілмен барлық ренжіп жүрген адамдарыңызға жазасыз солай тізіммен. Не үшін сіз оған ренжідіңіз? Ол адамның ролына кіріп, сол не үшін болуы мүмкін? Соның барлығын тізіп жазып шығасыз. Бұл сізге мынау өзіңіздің ренішіңіздің жай екені, орынсыз екенін түсінуге көмектеседі өзіңізге. Жалпы мен бұған дейін де айтқан болатынмын, өкпе ренішпен жұмыс жасаудың техникалары өте көп. Өте көп. Адамдар қаншалықты көп болса, ондай техникалар да өте көп. Олардың ішінде мен сіздерге бір көмектескендерін ғана айтамын. Өйткені көп адамдар, мысалға мен өзімнің опытымда маған көмектеспесе, мен оны істеп көрмесем, мен сіздерге оны айтпаймын. Өйткені оның мен білмеймін, нәтижесі бар ма, жоқ па екенін. Сондықтан мен тек қана осы көмектескен тәсілдерді ғана айтамын. Оның ішінде екінші тәсіл, бұл біріншісі болды, 70 түрлі жақсы сөздермен ақтап алу. 70 түрлі сөзбен ақтап аламыз, себептермен. Екіншісі бұл бізде хат жазу техникасы. Бұл техника өте көмектеседі. Мен өзім осы техниканы үнемі қолданамын. Мен кеше мен осы жерде отырып, тоже бір нәрсе болды. Сол неге солай болды деп өзім көрсетесіздерге. Өзімді бастап жазып жатыр едім. Міне мен кеше осылай бір жаздым өзімді. Бір кішкене бір сондай бір ой келіп қалды да. Мен мынандай шимайлап жаздым. Ештеңе көрінбеуі мүмкін. Мен шимайлап ешқандай жазу жоқ, бірақ бұл менің ойларым. Көрдіңіздер ме? Осылай жазамыз. Мен үнемі айтам, жазған кезде міндетті түрде оны грамматикаға назар аударудың ештеңенің қажеті жоқ. Ең бастысы
мен деп бастаппын ғой басында. Яғни мен деп бастаппын. Сол жағдайда, ситуацияда не болды, соның барлығын бүйтіп айтып отырып жазып, сосын қандай сабақ алдым, соның барлығын жаздым. Мына қағазды мен кеше үлгермей қалдым, қасыма қыздарым жүгіріп келді да, енді мен шыртып лақтырып жіберемін. Сондай жағдайларда өзімізге хат жазамыз, міндетті түрде хат жазамыз, ренжіген адамға хат жазамыз. Содан кейін ол адамның рөлінде болып өзімізге хат жазамыз. Бұл өте керемет техника, бұл күшті көмектеседі. Мен өзім көп реніштерімді осы техника арқылы өзім жеңдім. Көп өкпе реніштерімді. Мен қазір мына жерімде өкпе реніштер жоқ. Өйткені былай қараңыз, сіз ересек адамсыз ғой, саналы түрде түсіну керексіз. Егер сіз өкпе ренішіңіз мына жерде толып тұратын болса, сізге жаңа мүмкіндіктер аз болады. Сіз жаңа мүмкіндіктерді көрмейсіз, жаңа идеяларды көрмейсіз, сіз бақытты өмірге ұмтылмайсыз. Өзіңіз мына өкпе ренішіңізді сақтап алып, 40 жылғы бір әңгімелерді, айтылмай қалған сөздерді ішіңізде жинап жүрсіз. Мен жаңа айттым, сіздерге, сіз не ойлайсыз, сол дұрыс. Сіз сол өкпе ренішті салып алып, ойыңызға салып алып жүрсіз бе? Тағы да сондай өкпе ренішті тартасыз өзіңізге. Басқа адамдармен өкпе ренішті солай тартасыз өзіңізге. Яғни сіз одан құтылғыңыз келіп тұрған жоқ. Одан саналы түрде сіз маған бұл керек емес, сіз түсінбей тұрсыз, ол өтіп кеткен нәрсе екенін. Сіз 100 жерден тырыссаңыз да, сіз сол оқиғаны дәл солай айналдырып әкеле алмайсыз өмірге. Сол сәтті сіз әкеліп былай дұрыс жағына шешім тауып алып кете алмайсыз. Сондықтан ол саналы түрде уже ересек адам позициясына кіріп, бала емес, немесе ата-ана позициясында емес, ересек адам позициясына кіріп, соны біз түсіну керекпіз саналы түрде. Бұл керек емес. Ол өтіп кетті. Оның ешқандай енді сізге керегі жоқ ол оқиғаның. Сіз одан сабақ алдыңыз. Мен енді мысалы осындай бір қиын жағдай болды, мен одан қандай сабақ алдым деп соны өзіңізге бір түйіп аласыз ойыңызды. Яғни сіз қайсар бола түстіңіз, мысалға еңбекқор бола түстіңіз, одан әрі немесе мақсаттарыңызды айқындап алдыңыз сол бір сәттен. Жоқ, мен осылай болам, мен үйренем, осылай істеймін, мен керемет адам болам деп өзіңізге бір цель қойып алдыңыз сол оқиғаның салдарынан, мысалға одан сіз жаман болып кетпейсіз. Ондай оқиғалар өзім басымда өте көп болды. Сатқын тас жасау деген сияқты көп оқиғалар сіздерде де болды деп ойлаймын. Адамдардың өмірде болғасын, ол болады. Сол бір сәтте ол бір қатты қиын болған сияқты бір сәт болады. Мен өзім ашылып айтпай қояйын, бір оқиғаны уайымдап 4 жыл жүріппін. Мен сол оқиғаны 4 жыл жүргенімді өзім кейін былай сезіп тұрмын да, ойлайсың ғой, не болды деп. бір адамға ренжідім, сондай бір жағдай болды менде. Сол оқиғаны ойлап үнемі 4 жыл уақытымды кетіріппін ғой. Сол кезде мен шамамен қазір айтайын, нешедемін. Мен сол кезде бір 21 жастамын. 21 жастан мен сосын 2003-2003 жылдар кезде. Сол кездерде мен анау адамды ойлап 4 жыл уақытымды құртыппын. Мен қазір ойлаймын, мен неге сонда маған ешкім айтпады, осындай адамдар. Мысалы, бұл уақыт деген өткінші, өткенге ренжімеу керек, оны жіберу керек, босату керек деп маған неге ешкім айтпады деп қазір ойлаймын да. Мен сондай бір керемет бір шағымда, бір жастық шағым деймін ғой енді, студенттен кейінгі жұмыс жасап бастаған кезім. Сол шағымда мен жай өткізгенмін, бір адамға бір ренжумен, қайдағы жоқ бір адамға өмірде. Сол бір сәтімде өзім елестеп қазір ойлаймын, мысалы мен 40-тан астым ғой, ол кезде мен жаспын. Жаңағы біздің чаттағы айтып жатқан адам сияқты бәріне уақыт керек. Бірақ ол маған сол оқиға, мысалға мен сол адамды 4 жыл бойы соған ренжіп, уайымдап, соны жылап, сықтап, кәдімгі жылап сықтап жүрген кезім. Сол кезде мен ойлаймын, ол маған сабақ берді, мен мысалға ол кезде қандай сабақ, мен болашағыма қарай ұмтылдым, жұмыс жасайын дедім, әрекет етемін дедім, өзімді өзім тапқым келді, қандай болғым келеді өзім, соны іздене бастадым, денсаулығыма көңіл бөлдім, көп жағдайларда мен сол денсаулығыма байланысты сол кездерде денсаулығыма көңіл бөле бастадым. Ал бірақ оны сол кезде бірден маған біреулер айтқанда ғой, мен басқаша болар едім деп ойлаймын ғой, бірақ мен ол кезде түсінбес едім.
ол кісілер айтқанда мен шын мәнінде, өйткені мен сол ситуацияның ішіне кіріп кеттім ғой, и мен оны түсінбес едім ешқандай. Сол өкпе-ренішім мен мына жерінде жиналып алып, мен сол 4 жылдан, мен одан да артық та мүмкін уақыт, ну, точно білемін, мен 4 жыл осы жылап сықтағанымды соның есімде. Одан кейін да ол көпке дейін мен мына жерлерінде жүрді, ойымда қайта орала берді. Сол оқиғалар, адамдарды көрген кезде, именно сол адамдарды көрген кезде. И мен содан арылдым. Кәдімгідей мен соңғы мен қазір өзгеріп жүрмін ғой, көріп жүрсіздер. Соңғы кездерде мен недавно көрдім сол кісілерді. И менде сондай сезім жоқ. Сол баяғы кезімдегі соларға деген ренішім, кәдімгідей өзімді өзгеріп кеткенімді, маған ол адам бәрібір екенін, сондай бір сезімдерімді мен өзімді білдім. Яғни мен өзгердім. Маған сол оқиға маған сабақ болды. Мен өзімді қайсар болуға, білімін алуға, ұмтылуға өзімді тәрбиеледім. Сол сияқты әркім солай өзін тәрбиелеу керек. Саналы түрде түсіну керек. Мен сол ситуацияда, маған сол кезде мен 23-те, 24-те болғанда маған біреу айтса, жоқ, өмір деген бұлай, сөйту керексің, бүйту керексің десе, мен ол кезде тоже түсінбес едім. Мен оны сезіп тұрмын, ол кезде мен түсінбес едім. Өйткені мен сол оқиғаның ішіне кіріп кеттім ғой. Мен содан шыға алмай қалдым. Сол оқиғадан мен сол 4 жыл бойы мен сол оқиғаны ойлап, постоянно ойлап, фокусымды соған қойдым. И мен өзгерем деп шешім қабылдаған кезде бәрі өзгерді. Ақырын өзгерді. Барлығы. Бірден ештеңе өзгермейді, қыздар. Күтпеңіздер. Егер сіз бірден өзгереді деп бәрі күтсеңіз, сіздің фокусыңыз дұрыс емес. Сіз мына фокусыңызды істеп жатқан әрекеттеріңізге қойыңыз. Күнделікті біз істейтін әрекеттеріміз, мынау Алланың 99 көркем есімін тыңдау, жүрегімізге бір жылылық сезімдерін әкелеміз. Алғыс айту, барлығы осыған қоямыз фокусымызды. Жүруге, үйдегі істеп жатқан әрекеттерімізге, балаларымызды құшақтау, олармен уақыт өткізу, тамақ пісіру, осы фокусымызды дәл қазіргі сәтке қоямыз. Дәл қазіргі сәтке. Біз қайда бара жатқанымызды білеміз ғой, біздің арманымыз бар, мақсатымыз бар. Соған бара жатырмыз, бірақ дәл қазіргі сәтпен өмір сүріп барамыз оған. Сол кезге барғанда ол да дәл қазіргі сәт болады ғой, біздің арманымыз орындалған кезде. Армандар осы шақта ғана орындалады. Сондықтан саналы түрде біз түсіну керекпіз, біздің өткен өміріміз қайтып келмейтінін, ол бізге ешқандай пайда әкелмейтінін, тек қана зиянынан басқа ешқандай пайда әкелмейтінін. Сондықтан біз өзімізді жарқын болашағымызға сеніп, өзімізге мақсат қойып, күнделікті әрекет арқылы жалғастыру керекпіз. Өмірімізді әрі қарай жақсылыққа қарай, жақсы ойлар ойлап, не ойлайсың, сол болады. Өздеріңіз осы бір ойды не ойлайсың, сол болады дегенді, сіздер өздеріңіз уже оған 1000 жауап тапқан шығарсыздар, өмірлеріңізде. Бір адамды ойлап қаласыз, и ол адамды сіз далада кездестіресіз. Бүгін кездестірмесеңіз, ертең кездестіресіз. Өзімде жиі болады, өте жиі. Біреуге ұқсатып қаласыз, сол ұқсатып қалған адамды екінші күн тағы кездестіресіз, 1-2 күн ішінде кездестіресіз. Ол біздің мына ойымыз прям материальный болып тұр ғой, формасы бар деп айтамыз ғой біз ойымыздың. И біз оны ойладық, и сол адамды көрдік. И біздің армандарымыз да солай орындалады. Солай фокусты қойған кезде біз армандарымызға дәл солай орындалады. Біз мына не ойлаймыз? Мен ана визуализация деген тақырыпты сіздерге айттым ғой, мен өзімнің үйімді қалай визуализация жасағанымды. Дәл солай болды. Ол сіздерде де солай болады. Көп адамдар оны мойындағысы келмейді. Кей кездерде оны ойлайды, совпадение деп ойлайды, кездейсоқтық деп ойлайды. Бірақ кездейсоқтық ешқашан жоқ, кездейсоқтық деген. Ол сәйкестік болады. Сіз оны тарттыңыз, энергиямен тарттыңыз. Миыңызда кеп қалды, и сіз оны өмірде де кездестіресіз. Кейбір жағдайда болады ғой, біз бір нәрсені бір жерде көрген сияқтымыз, бір жерде болған сияқты, ол жағдай, яғни біздің ойымызда уже болды, ол жағдайлар. Сондықтан біз оны көріп тұрмыз. Сондай жағдайлар, немесе біз түсімізде көрдік деп айтып жатамыз, ондай жағдайларда. Ол біздің ойымызда болды, ол жағдай. Сосын біз оны өмірде кездестіреміз. Сондықтан, егер сіз осы екі техниканы қолданыңыздар, хат жазу техникасы, және де өкпе-реніштен арылуға 70 түрлі себеппен ақтап алу деген техниканы қолданыңыздар. Егер сіздер аяқтамаған болсаңыздар, аяқтаңыздар. Мен телефон зарядкалап қойып едім түнде, зарядкам азайып қалыпты. Мына жерде розетка ештеме жоқ, қасында қосатын. Сондықтан барлығы өзіңізге байланысты. Сіз өзгерем, саналы түрде мен өткенімді ұмытам десеңіз, ол сіздің қолыңызда. Егер сіз жоқ, мен өзгерем, бірақ өткенімді ұмыта алмаймын, мен оны ұмытпаймын десеңіз, тағы да өз қолыңызда. Яғни әр адамның өзіне Алла тағала сондай бір шешім қабылдауға
таңдау жасауға мүмкіндік беріп қойған. Сіздің назарыңыз қайда? Сол бір жаман ойды ойлай берсеңіз, жаман ойда жүре берсеңіз, ол ешқашан бітпейді. Сіз одан әрі сол ойларды тартасыз басқа адамдар арқылы өзіңізге. Сондықтан өзіңізді өзгерту керекпіз. Ақырын өзгереміз. Бір күнде ешкім өзгермейді, өзгерген жоқ ешкім. Бір күнде ешкім өзгермейді. Мен мысалы осылай өзгеруіме мысалы 2 жылдан артық уақыт өтті. Осылай қазіргі сәтте сезінуіме мысалы мен барлығын сезіп, әрбір сәттен қуаныш сезімін сезіне білу үшін маған 2 жылдан артық уақыт кетті. Мен 2 жылдан бері таңертең тұрамын, иә. Кей кезде болады, үзіп алған кездерім де болды, қайтадан жалғастырған кездерім де, бірақ техникалардың барлығын ішкі состояниемен жұмыс жасап жүрдім мен. Үнемі жасап жүрдім. Жаздым, менің көп қағаздарым бар, жазған блокноттарым барлығы. Сондықтан бір күнде ештеңе болмайды. Уақытпен келеді барлығы. Сіздер бір рет жасай салып, солай бір керемет сезімдер алып, немесе бір рет жасай салып бай болып кету деген ондай, ол ертегіде ғана, ондай өмірде ондай жоқ. Шын. Мен сіздерге қорқынышпен жұмыс жасау техникасын айтамын деген болатынмын. Керемет бір техника бар деп. Бұл техниканы мен сіздерге голосовоймен жіберемін чатқа. Өйткені менің қазір телефонның зарядкасы отырып жатыр, 6% қана қалды. Сіздер мені естіп тұрсыздар ма, көріп тұрсыздар ма? Кері байланыс беріп жүрсеңіздер. Эфирімізді осымен аяқтайық. 2 техника бердім. Ал қорқынышпен жұмыс жасау техникасын мен сіздерге голосовоймен жазып жіберемін чатқа. Сол жерде сіздер өздеріңіз менің айтып жатқанымды тыңдап отырып бірге жасайсыздар. Сол жерде. Жақсы ма? Естіліп тұр, бәрі жақсы дейді. Айгерім ханым, рахмет. Эфирімізді аяқтаймыз. Бүгін міне сіздерді көргеніме қатты қуаныштымын. Күндеріңіз берекелі болсын. Мереке баршаңызға құтты болсын. Бүгін ертең бізде мереке күні, тәуелсіздік алғанымызға неше жыл болып қалды? Біраз жыл болып қалды. Тәуелсіздік күні бізде. Сіздерді мерекелеріңізбен құттықтаймын. Істеріңіз сәтті болсын. Отбасыларыңызда береке болсын. Сау болыңыздар. Мен 4% қалды менде. Тоқтатайын.